Пока не совсем похожи на квартиру, но уже вырисовывается что-то. Сіздердің дайсындарыңызды, утюжоктарыңызды, коляскилеріңізді, комбайндарыңызды таңертең барып почтаға салып жібердім. Кстати, комбайннан осы 4 штук қана қалды. Алып үлгеріңіздер. Қайырлы таң, қалайсыздар, не істеп жатсыздар? Бүгін ұйқымыз қой деп, ұйқымнан ерте тұрып қаладағы жұмыстарым бәрін бітірейін деп бүгін ерте тұрдым. Себебі шынымен де бір обедте ұйқыңнан тұрсаң, болмаса үйден обедте шықсаң, ешқандай жұмысың Алматыда үлгермейді екенсің. Бірақ алдында Шымкентте үлгеріп жүрдім. Өйткені Шымкентте қатты пробка жоқ екен біздің Алматыдағыдай. Ал бұл жерде енді таңертеңгісін барып үлгермесең, бітіретін заттарыңды обедтен мүлдем үлгермейсің. Сол себепті таңертең тұрдым. Қаладамыз қазір жұмыстарымызбен, мама барлығымыз. Сол барлықтардың күндерінде сәттілік, менің де күніме сәттілік. Бір-екі баратын жерім бар. Сосын сіздерге көрсететін боламын қай жерге баратынымды. Ең бірінші мақсатым садик көру болды. Сіздер білесіздер, менің 2 інім бар. Олар негізі барады садикке, бірақ енді не дегенмен мен үшін бұлардың развитиясы маңызды болғаннан кейін өз көзіммен келіп көрейінші дедім. Осы уақытқа дейін бір 4-5 шақты садикті көрдім. Бірақ енді маған ұнаған жоқ. Қазір бір осы келіп тұрмын детский садқа, балабақшаға. Өте күшті екен. Маған ішіндегі уюты, потом оформлениялары, балаға деген қарым-қатынастары, развитиялары барлығы ұнады. Осы садикке тоқталдым. Осы садикке баратын шығар енді, өйткені шынымен де маған өзіме қатты ұнап тұр. Және қасымда қазір інім жүр. Ініме де өте қатты ұнады. Егер де қандай садик, бізде барғымыз келеді, бізде көргіміз келеді десеңіздер, маған айтсаңыз, мен сізге Инстаграм белгілеймін. Сол жерге жазсаңыздар болады. Өте күшті екен. Мен күнделікті съемкада жүргеннен кейін, мама күнделікті жұмыста болғаннан кейін, ондай қатты бір развитияларына қазір көңіл бөле алмай жатырмын өзім. Бірақ енді уақытым болған кезде апаратын жерлеріне апарып, оқытатын жерлеріне оқытып жатырмын. Бірақ енді қазіргі уақытта, енді жаздың күні болғаннан кейін менде съемка өте көп. Ана жерде бір съемка бар, мына жерде съемкаларым бар. Баратын жерлерім көп деген сияқты. Сол себепті мен өте күшті садикті таңдауыма тура келді. Развитияларына қатты көңіл бөлетін садикті таңдағым келді. И сондай садикті таптым. Осы садикке прям көзім қатты түсіп тұр. Себебі развитияларына өте күшті екен. Және де балаларға деген отношениялары маған өте қатты ұнап жатыр. Садиктің ішінің өзі, оформлениясының өзі қандай күшті да. Сол себепті мен осы жерге алып келемін. Бұйыртса осы жерге келетін болады. Енді мен өзім таңнан кешке съемкада болғаннан кейін енді осы жерде болатын болады. Прям маған өзіме қатты ұнады. Инстаграм белгілеп кетемін.